Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай керемет кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл кекс сол бір балалық шақтағы кекстің дәміндей болып шығады. Бұл кекстің сырты сондай қытырлақ, іші жұмсақ, әрі сочный болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: 160 грамм қант, 3 жұмыртқа, мейіз, разрыхлитель 10 грамм, ванильді қант, 250 грамм, 200 грамм және сары май. Алдымен мейізімізге жылы су құйып, оны осылай қалтырамыз. Алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз, қантымызды қосамыз. Одан кейін ванильді қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше миксерлейміз.